Мектепте дүбірлі той, ден қойып тыңдаңыздар көңілді ғой. Ән жырдан шашылсын күй күмбірлеп, қош келдіңіз халайық сергісін бой. Бүгінгі қысыны 2019 атты арулар сайысына қош келдіңіздер. Қысыны, қыз өнері, қыз әдебі, тал бойына жарасқан күлкі әлемі, бір көргенде болмайық сахнада, өмірі де сақталсыншы ұлт әдебі деп енді ару қыздарымызды ортаға шақырып алайық. А сынып оқушысы Жарылқасын Әсел. Алтыншы А сынып оқушысы қолөнерге сәукеле жасадым. Сәукеле бұл бізге ата-бабамыздан ежелден келе жатқан мұра. Сол себепті сәукелені ешбір қазақ қыз ұмытпау керек. Сол себепті мен сәукеле жасадым. Бұны мен сәукеле деген сөз өзі ерте заманда сау келе жатыр деген сөзден шыққан. Бұның тастарын қыздар үйіне келе жатқанда тастары жарқырап күнге шағылысып тұрғанда ол аман есен келе жатыр, оған жолда ешкім тиіспеген деген болжам айтқан. Мен бұны қалай жасадым? Біз яғни фетр матадан елдің тілінде жалған өтірік киіз деп аталады адамдар арасында. Оны мен төрт қиыққа бөліп осы сәукелені ішінен қидым, сосын осылай сыртынан тігіп, жүлмек тігіс, сыртынан тіктім, сосын басына бұл үкім, және мен тастарды жабыстырған себебім, ол оюлап жабыстырдым тастарды. Қазақи нақыштағы оюлар, бұл оюды барлық қазақ адамдар біледі деген ойдамын. Сосын бұл тастарды әсемдік үшін жабыстырдым. Oyun аты қандай ойын? Қошқар мүйіз. Иә, қошқар мүйіз. Өзіңіз істедің ба? Иә. Өзім емес, әпшемнің идеясы болды. Сосын өзіміз тігіп бірге. Сәукелені қандай қыздар киген? Оны ежелден қыздар ұзатылып бара жатқанда киген сәукелені. Бұл қосымша қолөнер. Бұны мен өзіміздің классқа мектепке деп жасаған болатынмын. Бұл үй материалынан жасалған, бұған кәдімгі қолдан жасалған гүлдер жабыстырылған ыстық кілемменен. Бұл енді қолөнер жатпайды, бірақ дайын жұмыс істеді. Кегесінде апликацияға кіреді, жұмыс істеді. Ең сәукеле қолөнерге жатады. Рахмет. Алтыншы А сынып оқушысы. Мен бұл қолөнерді жасаған себебім қазақ қыздары өте әсем. Және де қазақтың ұлттық киімін киіп тұрған ару. Мен бұның яғни алдымызда келе жатқан 8 наурыз мерекесіне де қыздар күніне де арнап жасадым. Мен бұның тақырыбын қазақ ару деп қоямын. Мен бұны жасауда ағаш тақтайды, кесте жіптерді және де шегелерді пайдаландым. Ағашқа осы қазақ аруының суретін салып алып, шегелерді қағып, кесте жібімен өрнектедім.
Қандай өнер бұл? Жүткен, иә, өнер. Апай, еңбектің апайы да күшті істемей қалсын. Гүлсара апайдың қызы ғой. Соның қызы ма? Гүлсара деген. Сынып жетекшісі да? Технологиядан береді ғой мұғалім. Закирла Ұлыхан. 6-шы Б сынып оқушысы. Мен құмырадағы гүл жасадым. Бұл гүлді 8 наурызға арнап жасадым. Қыз келіншектерге арнап осыны арнап жасадым. Мен бұның құмырасын қатты картон қағаздан жасадым. Содан соң сыртын тоқмашықпен орадым. Ал гүлдің жапырақтарын моншақтан істедім. Ал гүлдің өзі мынандай қызыл піштерден жасадым. Ал құмыраның сыртын сәнді моншақтармен безендірдім. Ата-бабаларымыз қызды сыпайы, мейірімді етіп тәрбиелеумен қоса, ісмер өнерлі етіп баулып тәрбиелеген. Қыз еркем кестесімен көркем, ұл еркем өнерімен көркем демекші мен Столды апайларға қарап қою керек па? Бірге шахмат ойнайықшы, өтінем. Қызым қолым болса біз кейін ойнайықшы. Деген өсін бай. Мына менің қызымның жазған шығармасы екен. Кәне қандай арман бар? Интернетте бар. Менің арманым Алла тағала мені телефон қылып жіберсе. Мүмкін менің ата-анам маған телефонды қарағандай, маған да қараса ғой. Мені де солай тыңдаса ғой. Мен анамның еркелеткенін сағындым. Ал әкешімнің мойнына асылып, ойнағанымызға көп болды. Экранды сипаған алақаным. Менің бетімді қашан сипар екен? Я Алла, мені телефон қылып жіберіңізші. Ата-анамның шынын қатты сағындым. Өтініш, ел саған көңіл бөлем. Біз бұл көріністі қойған себебіміз қазіргі ата-аналар өз бала-шағасын ұмытып, телефонға көп қарайды. Сол себепті біз осы шығарманы таңдадық. Ол телефонның зардабы өте қатты. Кейбір жайттар болып жатады, телефонның кесірінен авария болып жатқан кездерде болады. Сол себепті біз осы көріністі қойдық. Қазақ тілдегілер сұрақ қойып жүру керек еді. Сымбатына сән киім жарасатын, аспандағы айменен таласатын, өнеріне сәні сай келіп тұрған аруларға қызығып қарасатын. Қазіргі, яғни 4-ші кезең бойынша қолөнер кезеңі бойынша, яғни әрбір оқушы өзінен үй тапсырмасы бойынша дайындап келген кесте немесе ой өрнектен жасалған бұйымдарын әкеліп, әділ қазалқаларына таныстырады. Дайын болсақ, 6-шы А сынып оқушысы Жарылқасын Асел. Сұрақтың жауабы апайлардың ұйымдастыруымен айтқан оқушылардың сөздері сәйкес келіп отыр. Сондықтан барлығына бірыңғай оң қоямын.